Жаңаөзендегі құны 1 миллиард теңгеден асатын комбинат мемлекет меншігіне қайтарылды. Тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдеумен айналысатын тазалық іс мекемесі 2019 жылы сенімгерлік басқаруға берілген болады. Жаңаөзен қаласының прокуратурасы жеке меншікке беруге негіз болған міндеттемелердің орындалмағанын анықтады. Яғни мүліктік кешен арнайы техникамен толық қамтылмаған. Қалдықтарды қайта өңдеу өндірісі кеңейтілмей, полимерлі құбырлар өндірісінің жұмыс істемегені белгілі болды. Соған сәйкес Жаңаөзен қаласының әкімдігі мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына сенімгерлік шартты тоқтата тұру туралы талап арыз беріп, ол толығымен қанағаттандырылған. Аталған компания, яғни тазалық іс компаниясы сот шешімімен келіспей, облыстық сотқа апелляциялық шағым берген. Бұл апелляциялық шағым облыстық соттың шешімімен қанағаттандырусыз қалдырып, шешім өзгеріссіз қалған, яғни заңды күшіне енген. Нәтижесінде балансты құны 1 миллиард теңгеден астам полигон, яғни айтылған комбинат мемлекеттік меншікке қайтарылды.